Құрметті студенттер, бүгінгі лекциялық тақырыбымызда біз негізі сіздермен саяси партия деген тақырыпты өтетін боламыз. Бұның алдындағы сабақтарда біз саяси жүйенің ең маңызды және ең ықпалды құрамдас бөлігі болып табылатын мемлекетті сендермен бірге қарастырдық. Және мемлекетті біз басқару формасы тұрғысынан, саяси режим тұрғысынан не қылдық? Толыққанды сендермен қарастырып шықтық. Яғни бүгінгі сабағымыз, негізі біздің әр сабағымыз, құрметті студенттер, саяси жүйенің ең негізгі құрамдас, яғни элементтермен тығыз байланысты болады. Саясаттану деген пәніміз негізінде қоғам ішіндегі саяси жүйені не қылу, танып білумен тікелей байланысты. Яғни сендер саяси жүйенің ішіндегі ең негізгі құрамдас бөліктерді, мысалға мемлекет, саяси партия, тағы басқа маңызды құрамдас бөліктерді түсініп білсеңіздер, сендер саясаттануды жалпылама түсініп білетін боласыңдар. Сондықтан мен әр сабақта сендерге қысқаша нені сызам? Саяси жүйені сызам. Қазір біз оны қысқаша бүйтіп айтайық. Біз саяси жүйенің ең маңызды құрамдас бөлігі ретінде не дедік? Мемлекет дедік, е? Бұл мемлекетті қарап шықтық па? Қарап шықтық. Яғни мемлекеттің ортақ ерекшеліктерін, мемлекеттердің бір-бірінен негізгі ерекшеліктерін қысқа әрі нұсқа сендерге біз түсіндіріп айттық. Және саяси жүйенің ішінде ең ықпалды құрамдас бөлігі не дедік? Мемлекет дедік. Сондықтан бұл мемлекет тақырыпты біз сендермен өттік. Екіншісі, яғни саяси жүйенің ең маңызды, қысқаша жазайық, саяси партиялар тақырыбы. Бүгін сендермен өтетін тақырыбымыз саяси жүйенің осы тақырыбымен тығыз байланысты болады, саяси партияларға байланысты. Яғни біз саяси партияларды, бұның алдындағы сабақтарда мен сендерге айттым, біз әр құрамдас бөлікті зерттеген кезде не қыламыз? Белгілі бір ғылыми теорияларды басымдыққа аламыз деп айттық. Мысалы, мемлекетті бұның алдындағы сабақта сендермен қарастырған кезде біз қай ғылыми бағытты басымдыққа алдық? Яғни мынау. Нені алдық? Реализм. Бұл реализмді біз қарастырған кезде не дедік? Реализм өз ішінде екіге бөлінеді дедік. Солай емес пе? Яғни классикалық және нео реализмдер, яғни жаңа реализмдер. Дәл сол сияқты бүгін біз саяси партияларды қараған кезде, саяси партияларды біз жалпы зерттеп, саяси партиялардың қоғам ішіндегі өмірін зерттеген кезде міндетті түрде өз жерде де негізі басты ғылыми парадигмаларды басымдыққа аламыз. Бұл бүгінгі парадигмаларымыздың көбісі либералдық парадигмалармен тығыз байланысты. Яғни мынау саяси партия негізі немен тығыз байланысты болады? Либералдық теориялармен. Либералдық теорияларда дәл реализм сияқты. Яғни классикалық либералистік теориялар бар және неолибералдық теориялар бар. Яғни қысқаша бүйтіп. Классикалық және неолибералдық теориялар. Негізінде либералдық теориялар қоғам ішіндегі, яғни мынау саяси жүйе деп айттық бұның алдында. Саяси жүйе ішіндегі саяси партияларды зерттеген кезде демократиялық теорияны басымдыққа алады. Яғни демократия саяси партиялардың саяси жүйе ішіндегі күшейіп, қоғамға тікелей әсер ететін ең маңызды құрамдас бөлік болу үшін немен тығыз байланысты? Демократия. Либералдық теориялардың басым бөлігі негізі қоғамды еркіндікпен, қоғамды сөз бостандығымен, тағы басқа, мысалы, бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы бар, адам құқықтары деген тақырыппен тығыз байланысты зерттейді. Неге? Өйткені либералдық теориялардың ең негізгі ұстанымы саяси жүйе ішіндегі мемлекеттің қоғам, яғни мынау саяси жүйе ішіндегі басқа да құрамдас бөліктерге ықпалын мүмкіндігінше не қылу? Азайту. Мысалға, мен бұның алдындағы сабақта айттым, реализм теориясы нені құптайды? Мемлекетті саяси жүйе ішінде күшті, ең ықпалды құрамдас бөлікке айналдыруды алға тартады. Бұл не деген сөз?
Демек, реалисттер негізі мемлекеттің саяси партияларға ықпалын басымдыққа алады. Ал либералдық теория көбінесе саяси партияларды не қылады? Көбірек, яғни мемлекет деген құрылым күшті екенін мойындайды саяси жүйеде, бірақ бұл күшті құрылым саяси партияларға не қылу керек? Көбірек еркіндік беру керек дейді. Сондықтан бүгінгі саяси партиялар туралы еңбегімізді біз мысалға бұл саясаттануда Штатшнайдер деген бір ғалым бар. Сол ғалымның негізі мынандай бір ұғымы бар саяси партияларға байланысты. Яғни PP дегеніміз political party ағылшынша. Яғни саяси партиялар created democracy. Яғни демократияның қалыптасуына не болып табылады? Бірден бір күшті, маңызды құрылым болып табылады. Енді біз саяси партияларды, құрметті студенттер, зерттеген кезде, саяси партияларды, мен бұның алдында мысалы сабақта біз мемлекетті белгілі бір тармақтарға бөліп зерттедік. Солай емес па? Енді саяси партияларды бүгін біз белгілі бір маңызды тақырыптарға байланысты, тармақтарға байланысты зерттейміз. Сол тармақтардың біреуі, біріншісі қызметтері тұрғысынан. Яғни, етіп алайық қысқаша. Негізгі идея не? Саяси партиялар қоғам ішіндегі демократияны не қылады? Дамуына ең үлкен септігін тигізетін саяси жүйенің ең маңызды несі болып табылады? Құрамдас бөлігі. Енді демократия не екенін айтудың қажеті жоқ. Бұның алдындағы сабақтарда мен сендерге қысқаша түсіндіріп айттым. Демократия дегеніміз демос және кратия. Демос халық, кратия билік, халық билігі. Бірақ мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Ағай, халық билігін біз қалай түсінуге болады? Халық билігі дегеніміз, мен бұның алдында мынау саяси жүйені біз қарастырған кезде не дедік? Саяси жүйенің бір ішкі кеңістігі бар және сыртқы кеңістігі бар дедік. Солай емес па? Саяси жүйенің тұрақты жұмыс істеу үшін сыртқы кеңістік пен ішкі кеңістік бір-бірімен не болу керек? Тығыз байланыста болу керек дедік. Және ішкі кеңістік сыртқы кеңістіктің талаптарын, мұқтаждықтарын, солай емес па? Сұраныстарын қанағаттандыру керек дедік. Енді қараңдар, сыртқы кеңістік, мысалға делік, қоғам деп алдық. Бұл сыртқы кеңістік, демократияны былай түсініңдер. Бұлар өздерінің қалаған адамдардың сайлау арқылы не қылу? Мемлекеттік билікке келуін қамтамасыз ету. Не жерде мынау мәселені айтып өту керек, құрметті студенттер. Саясаттануда биліктің легитимділігі деген ұғым бар. Биліктің легитимділігі дегеніміз саяси жүйе ішіндегі, әсіресе мынау мемлекет тағы басқа құрамдас бөліктері, егер халықтың сұранысына сәйкес және халықтың мүддесін ескеріп, халықтың сұраныстарын қанағаттандыратын болса, толыққанды сұраныстарын, яғни олар белгілі бір сұраныс талап етеді, саяси жүйеден белгілі бір сұраныстар бар. Сол сұраныстар қанағаттанған жағдайда біз ондай саяси жүйені, немесе ондай билік түрін не дейміз? Легитимді дейміз. Легитимді дегеніміз ол биліктің заңдылығы. Яғни халықтың көзінде ол билік не болып табылады? Заңды болып табылады. Сондықтан бүгінгі сабағымыз біздің негізі саяси партиялар деп айтып жатырмыз. Демократиямен тығыз байланысты деп жатырмыз. Бұлардың бәрі биліктің легитимділігімен тығыз байланысты. Яғни легитимді емес қоғамның саяси жүйесі біздің тақырыбымыздың сыртында қалады. Енді құрметті студенттер, саяси жүйенің ішінде саяси партия ең негізгі құрамдас бөліктерінің біреуі болып табылғандықтан, саяси жүйені белгілі бір мөлшерде өзгертуге енді күші ықпалы бар болғандықтан, саяси партия қандай ұғымды білдіреді деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді саяси партия дегеніміз негізі бөлу, бөлшек деген мағынаны білдіреді. Саяси партиялар қоғам ішінде белгілі бір тап пен топтардың мүддесін ескере отырып, бұл мүддені кімге жеткізеді? Негізі мемлекеттің ең жоғары тармағында отырған, мемлекетті басқарып отырған саяси жүйені белгілі бір мөлшерде қағидаттарға сәйкес қалыптастырып отырған тұлғаларға жеткізеді. Бұл нені білдіреді? Біріншіден, демек
Бұл нені білдіреді? Біріншіден, саяси партияның ең маңызды қызметтерінің біреуі, біз жаңағыны айттық, саяси партияларды белгілі бір тармақ, белгілі бір тақырыптарға байланысты зерттейміз деп, қызметтері тұрғысынан алып қарайтын болсақ, саяси партияның бірінші маңызды қызметі ол саяси жүйенің сыртқы кеңістігі болып табылатын халық, яғни қоғам мен үкімет арасындағы байланыстарды қамтамасыз ететін ең маңызды не болып табылады? Көпір. Ең маңызды байланыс орнататын көпір болып есептелінеді. Бірақ бұл жердегі көпірді негізі яғни P дегеніміз political bridge, яғни саяси көпір болып табылады. Демек, енді саяси партиялар бөлу-бөлшек деген мағынаны білдіріп, қоғам ішіндегі түрлі таптар мен топтардың мүддесіне сәйкес қалыптастырып, қоғам ішіндегі түрлі таптар мен топтардың мүдделерін, сұраныстарын үкіметке жеткізіп отқан ең маңызды құрамдас бөлік болғандықтан, оның ең бірінші қызметіне, яғни мынау мемлекеттің ең жоғары үстінде отырған тұлғалар мен мынау сыртқы кеңістік болып табылатын бұның қоғамны не қылу, байланыс орнату, олардың сұраныстарын жеткізу. Мысалға, дүние жүзіндегі мемлекеттерді алып қараңсаңдар, көптеген партиялар бар. Мысалға, ауыл партиясы бар. Мысалға, патриоттық партиялар деген бар. Бар ғой? Мысалға, атауынан да белгілі. Бұлар қоғам ішінде қай топтар мен таптардың мүддесін қорғайды. Мысалға, ауыл партиясы көбінесе ауыл шаруашылығына негізделген тұлғалардың мүдделерін қорғайды. Солай емес пе? Енді бұл ауыл шаруашылығында қолған тұлғалар, бұлар саяси жүйеден нені талап етеді? Қоғам ішінде ауыл шаруашылығының дамуын. Солай? Ал партия не қылады? Сол сұранысты жоғарыдағы ең үкіметке не қылып отырады? Жеткізуіне бірден бір септігін тигізіп отырады. Себебі, мынаны айтып өтейік, құрметті студенттер, саяси партиялардың қоғам ішіндегі, яғни қоғамның ішкі кеңістігі болып табылатын саяси жүйедегі басқа да құрылымдардан ең негізгі айырмашылығы, саяси партиялар тікелей неге ұмтылады? Мемлекеттік билікке ұмтылады. Мысалға, біз бұның алдында саяси жүйенің тағы маңызды құрамдас бөліктерінің біреуі не дедік? Қоғамдық қозғалыстар мен қоғамдық бірлестіктер. Мысалға, саяси партиялардың қоғамдық қозғалыстар мен қоғамдық бірлестіктерден саяси жүйе ішіндегі ең маңызды айырмашылығы, қоғамдық қозғалыстар мен қоғамдық бірлестіктер мемлекеттік билікке ұмтылмайды. Егер қоғамдық қозғалыстар мен қоғамдық бірлестіктерде мысалға билікке ұмтылатын болса, олардың бәрі неге айналу керек? Тікелей саяси партияларға айналу керек. Саяси партияларға айналу арқылы олар не қылады? Тікелей мемлекеттік билікке ұмтылатын болады. Демек, саяси партиялардың ең бірінші қызметтері ол не? Қоғам ішінде, яғни қоғам мен үкімет арасындағы ең негізгі байланысты орнататын маңызды құрылымдардың біреуі болып есептелінеді. Бұдан бөлек, әрине, саяси партиялар, мысалға, қоғамның саяси тұрғыдан, саяси сананың, саяси мәдениеттің дамуына да не қылады? Өзінің септігін тигізеді. Өйткені саяси партиялар билікпен тығыз байланысты болғандықтан, делік қоғам ішіндегі белгілі бір тұлға, мысалға, саяси тұрғыдан, енді саяси мәдениетін, саяси санасын жоғарылатқысы келсе, ол неге мүше болу керек? Саяси партияларға мүше болу керек. Өйткені саяси партиялар саяси жүйенің ішіндегі билікке қатысты тақырыптардың билікке байланысты жаңа қарым-қатынастарын дәлме-дәл несінде тұрады? Ортасында тұрады. Сондықтан бір тұлға, мысалға, мемлекеттік билікке, немесе бір тұлға саяси санасы мен саяси мәдениетін жоғарылатқысы келсе, ол не қылу керек? Міндетті түрде саяси партияға мүше болу керек. Бұл не деген сөз? Демек, саяси партия қызметтері тұрғысынан, яғни саяси сананы не қылады? Көтеретін, қоғам ішінде саяси мәдениетті көтеретін ең маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.
Саяси партиялардың бұдан бөлек, енді әрине қоғам ішінде ең маңызды мемлекетпен тығыз байланысты болғандықтан, саяси партиялар енді қоғам ішінде біз жаңа айттық қой, түрлі топтар мен таптардың мүдделерін қорғайтын ең маңызды құрамдас бөлігі болғандықтан, бұлар қоғамды өзінің, яғни мүшесі болып табылатын белгілі бір топтар мен таптарды бір мезетте не қыла алады? Оларды белгілі бір мақсат аясында ұйымдастыра алады. Бірақ белгілі бір мақсат арасында топтастырып ұйымдастырудағы ең негізгі мысалға құрал ол не болып табылады? Саяси идеология болып табылады. Идеология аясында. Яғни саяси партиялардың барлығында міндетті түрде бірінші не болу керек? Саяси идеология болу керек. Осы саяси идеология аясында саяси партиялар белгілі бір топтар мен таптарды не қылады? Өзінің маңайына біріктіре алады. Бірақ мынаны да айта кету керек. Негізі таптар мен топтарды біріктірген кезде, негізі саяси партиялар қоғам ішіндегі түрлі мүдделі топтардың да мүдделерін не қыла алады? Яғни мүдделерін ғана емес, бір жағынан олардың саяси тұрғыдан белсенді болуларын қамтамасыз ету үшін оларды да өз маңайына біріктіре алады. Мысалға саяси партияға тек қана белгілі бір қоғамның топтары әрине мүше болады, бірақ ол топтардың ішінде басқа да топтар бар ғой. Мысалға делік қоғам ішінде кімдер бар? Бизнесмендер бар. Қоғам ішінде кімдер бар? Студенттер бар. Қоғам ішінде оқытушылар, қоғам ішінде медиктер бар. Мысалға осылардың, енді бұлардың бәрі қоғам ішінде түрлі таптар мен топтар болып табылады. Бұлардың мүдделері әрине бір-бірінен өзгеше, бірақ саяси партиялардың ең негізгі қызметтерінің біреуі ол қоғам ішіндегі түрлі таптар мен топтардың мүдделерін не қыла білу? Үйлестіре білу. Бұл да ең маңызды қызметтердің біреуі. Яғни қоғам ішіндегі топтар мен таптардың мүдделерін не қылу? Үйлестіре білу. Яғни қоғамда егер саяси партиялар мысалға орын алмағанда, онда қоғам ішіндегі түрлі мысалға топтар мен таптар дейік. Бұл топтар мен таптардың мүдделері, енді әрқайсысы өзінің мүддесін үкіметке жеткізгісі келсе, бұл қоғам ішінде неге әкеп соқтыру мүмкін? Белгілі бір деңгейде мүдде қақтығысына әкеп соқтыру мүмкін, үйлесімсіздікке әкеп соқтыру мүмкін. Сондықтан саяси партиялар бір жағынан саяси жүйенің ішіндегі тұрақтылықты, саяси жүйе ішіндегі тәртіпті қамтамасыз етуде ең маңызды элементтер болып табылады. Қалай? Түрлі таптар мен топтардың мүдделерін үйлестіру тұрғысынан. Яғни қысқа сөзбен айтатын болсақ, құрметті студенттер, яғни саяси партия біріншіден қоғамдағы түрлі таптар болсын, тұлғалар болсын, ең біріншісі саяси санасы мен саяси мәдениетін күшейтеді. Екіншіден топтардың, таптардың белгілі бір мақсат аясында топтасуын қамтамасыз етеді. Не арқылы? Саяси идеология арқылы, белгілі бір идея арқылы. Одан бөлек қоғамдағы, әрине бұл идеология арқылы да қоғам ішіндегі түрлі таптар мен топталар мүдделерін не қылады? Үйлестіруге көмек береді, жәрдем береді. Осының бәрін үйлестіре отырып, ол не істейді? Ең маңызды қызметі, яғни қоғамның сұраныстарын, мүдделерді үйлестіру арқылы бұны мемлекетті басқарып отқан ең жоғары лауазымға, ең жоғары таптарға не қылады? Жеткізе алады. Сөйтіп қоғам ішіндегі мемлекетпен, делік басқарушы топпен және қоғам арасында ең маңызды көпір рөлін атқарады, құрметті студенттер. Бұл қысқа сөзбен айтқанда саяси партиялардың қызметтері болып табылады. Бұған байланысты мен сендерге тағы қосымша видеолар жіберем, өздерінде көріп қарайтын боласыңдар. Демек, бұлардың бәрі не болып табылады? Саяси партиялардың қызметтері. Құрметті студенттер, енді саяси партияларды түсініп білу үшін біз бұның алдында айттық. Негізі бізде саяси жүйені саяси режимсіз түсініп білу мүмкін емес. Солай емес пе? Яғни саяси режим дегеніміз не? Саяси режим, мынау саяси жүйе қалай қалыптасты, және осы саяси жүйеге ең ықпал етуші, мысалы, мемлекет қоғамды қалай басқарып отыр. Саяси режимдерді біз нешеге бөліп қарастырдық сендермен?
үшке бөлдік. Не дедік? Тоталитарлық, авторитарлық және демократиялық. Әрине біздің сабағымыз демократиялық саяси режиммен тығыз байланысты. Бірақ енді әлемдік деңгейде, дүние жүзінде мемлекеттердің барлығы, енді әрине көпшілігі демократиялық ел, бірақ олардың ішінде тоталитарлық, олардың ішінде авторитарлық елдер де бар. Саяси партияларда негізі қоғамның саяси жүйесінің, енді басқару тұрғысынан, саяси режим тұрғысынан алып қарасақ та, саяси партияларда не қылады? Соған қарай бөлінеді, құрметті студенттер. Бұл, яғни саяси партияларда өз ішінде, негізі бұны былай қарастыру керек. Political party system, яғни саяси партияларда өз ішінде белгілі бір жүйеге қарай бөлінеді. Бұл жүйеге қарай бөлінгенін біз немен тығыз байланысты зерттейміз? Саяси режимдермен тығыз байланысты зерттейміз. Яғни бұны қалай түсінуге болады? Саяси партиялардың жүйелерін негізі мынау саясаттану ғалымында Морис Дюверже деген бір ғалым бар. Ол ғалым қоғам ішіндегі, мысалға мынау саяси партияларда өз ішінде белгілі бір өзара қарым-қатынаста және саяси партиялардың мемлекет және басқа да саяси жүйенің құрамдас бөліктермен байланыстарында бір-бірінен өзгешеледі. Біз жаңағына саяси режимдерді не дедік? Яғни неқа онда жазып қояйық. Political regime, яғни саяси режимдер. Біз саяси режимдерге үшке бөлдік. Қазір саяси партияларды біз соған қарай қысқаша жіктейтін боламыз. Не дедік? Саяси режим, яғни қоғам ішінде қалыптасқан саяси режим, бұл тікелей саяси партияның жүйелерінің де қалыптасуына әсер етеді. Тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық режим. Енді қараңдар, құрметті студенттер, жалпы тоталитарлық саяси режимде саяси партиялар бір партиялық жүйеге сәйкес қалыптасады. Яғни тоталитарлық жүйеде қандай болады? Бір партиялық жүйе қалыптасады. Мысалға, біз тоталитарлық саяси режимді қалай айттық? Қатаң тәртіпке сүйенген. Тоталитарлық саяси режимде мемлекет не істейді? Қоғам ішіндегі, саяси жүйе ішіндегі басқа да құрамдас бөліктерді қатаң бақылауда ұстайды дедік. Тоталитарлық саяси режимде мемлекет тікелей қоғам өмірінің барлық саласын не қылуға тырысады? Бақылауға алуға тырысады. Сондықтан бұндай бақылауды қамтамасыз ету үшін көбінесе мемлекеттің де ықпалымен тоталитарлық жүйеде қандай саяси партияның жүйесі құрылады? Бір партиялық жүйе. Бұндай жүйеде бір ғана идеология қалыптасады. Бұндай жүйеде қоғамның саяси санасы, мәдениеті бір ғана идеология аясында не болады? Өрбиді, дамиды. Қоғам бір ғана идеология аясында не қылады? Басқарылады. Және әрине қоғамда түрлі таптар мен топтар, яғни идеологияға қайшы келетін түрлі таптар мен топтардың құрылуына рұқсат берілмейді. Қоғам ішіндегі түрлі таптар мен топтардың барлығы бір идеологияның аясында не қылады? Топтастырылады. Егер қажет болса, ол күш қолдану арқылы не қылады? Жүзеге асырылады. Яғни, естеріңіздер ме, мен сіздерге ең бірінші сабақта біз белгілі бір деңгейде, мысалға, билікті жүзеге асыру үшін екі негізгі тәсіл туралы айттық. Hard soft дедік. Яғни қатты күш, билік жүргізу және жұмсақ күш. Тоталитарлық жүйеде мемлекет бір жағынан, енді қоғамның саяси жүйесін көп жерлерін басқарғандықтан бір партия жүйені қалыптастырады және қандай биліктің тәсілін пайдаланады? Hard. Яғни ол жерде қоғам тікелей күштеп саяси жүйе ішіндегі басқа да құрамдас бөліктердің барлығы күштеп не қылады? Бақылауда болады, құрметті студенттер. Бұл
өте маңызды. Авторитарлық жүйеде, құрметті студенттер, негізі қысқаша жазып қояйын мен, үстемдікке негізделген партия қалыптасады. Яғни авторитарлық жүйеде әрине бірнеше партия болуы мүмкін, бірақ ол бірнеше партияның ішінде бір партия не болады? Үстем күшке ие болады. Делік, мысалға, авторитарлық жүйеде белгілі бір сайлау науқаны өтіп жатыр. 3-4 партия бұл сайлау науқанына қатысады, бірақ бұлардың ішінде бір партия бәрін үстем не қылады? Жеңіп шығады. Яғни авторитарлық жүйе дегеніміз тоталитарлық жүйеге қарағанда, мен бұның алдында да айттым, белгілі бір мөлшерде, толық емес, құрметті студенттер, белгілі бір мөлшерде мемлекет саяси партияға не береді? Еркіндік береді. Бірақ бәрібір саяси жүйе тұрақты даму үшін, саяси жүйе демократияға қадам басу үшін көбінесе мемлекет бұндай саяси жүйені не істейді? Қолдан келгенше бақылауда ұстауға тырысады. Ұстауға тырысқандықтан партиялардың ішінде өзіне жақын, билікке жақын деп айталық, билікке жақын үстем партияны қалыптастырады. Яғни авторитарлық жүйеде әрине бірнеше партия болуы мүмкін, бірақ негізінде егер ішкі ерекшеліктерін, жүйе тұрғысынан ішкі ерекшеліктерін алып қарасаңыздар, бұл жерде не қалыптасады? Үстем, қысқаша жазып қояйық, партия қалыптасады. Яғни авторитарлық жүйеде көбінесе, құрметті студенттер, мынау хард пен софттың бір-бірімен араласқан түрі жүзеге асады. Бірақ пайыздық көрсеткіш тұрғысынан қайсысы жоғары десеңдер, әрине пайыздық түргіштен хард әлі де авторитарлық жүйеде жоғары болып есептелінеді. Көбінесе авторитарлық жүйеде көсемге негізделген саяси партиялар алға шығады. Өйткені авторитарлық жүйенің ең негізгі ерекшелігі, авторитарлық жүйеде көсем, саяси лидер дейді ғой, көсем алдыңғы қатарға шығады. Үстем партияның ең негізгі мақсаты не? Көсем және сол саяси лидердің саяси жүйесіндегі идеологиялық тұрғыдан, саяси сана тұрғыдан сол көсемді не қылу? Жоғары деңгейге шығару, қоғамды сол саяси көсем аясында не қылу? Біріктіру. Сондықтан үстем партияның ең негізгі мақсаты саяси көсеммен не қылады? Саяси көсемнің ұстанып жатқан стратегиясын, саяси көсемнің алға тартқан идеологиясын қоғамға жайлап сіңдіре бастайды. Бұл авторитарлық саяси режимдер. Енді демократиялық. Біз жаңағын айттық. Біздің сабағымыз тікелей енді көптеген ғалымдардың, саяси ғалымдардың алға тартқан пікірлерінде негізге ала отырып, біздің тақырыбымыз демократиямен тығыз байланысты. Саяси партиялардың негізгі бір-бірімен шын мәнінде бақталасуы, бір-бірімен қоғамға әсер ету тұрғысынан бәсекелесуі көбінесе қандай саяси режимдерде жүзеге асады? Демократияда. Енді демократияда, құрметті студенттер, саяси партиялар негізі бөлінеді. Біріншісі, етіп жаза берейік. Бірінші, екі партиялық жүйе бар. Үшіншісі, көп партиялық жүйе бар демократияда. Одан бөлек 2+1 дейді ағылшынша. 2 қосу 1. Бірақ 2 қосу 1 дегенде қалай түсіну керек? Екі негізгі күшті ықпалды партия бар, бірақ олан бөлек тағы басқа партиялар орын алады. Оны қысқаша түсіндіреміз. Екі партиялық жүйеге мысал не? Екі партиялық жүйеге мысалға Америка Құрама Штаттарын айтсақ. Америка Құрама Штаттарында екі негізгі партия бар. Бірақ Америкада басқа да партиялар бар, бірақ саяси жүйеге ең көп ықпал етушіне екі күшті партия. Яғни қоғам ішіндегі, мен жаңағын айттым ғой, партияның ең негізгі мақсаты не? Қоғамдағы түрлі таптар мен таптардың мүдделерін үйлестіру. Қоғам ішіндегі Америкада түрлі таптар мен топтарын мүдделерін үйлестіре білетін ең негізгі партиялар екеуі. Ол демократиялық және республикалық партия.
Солардың ішінде мысалға тарихи тұрғыдан егер Америка Құрама Штаттарының саяси тарихын зерттеп көрсеңіздер, Франклин Делано Рузвельт деген президент болатын, естулерің бар, иә? Франклин Делано Рузвельт негізі президент боп сайланғаннан кейін өмір бақи президент боп тақта отырған адам. Яғни Америка Құрама Штаттары диктаторлық ел емес негізі. Америка Құрама Штаттары қандай ел? Демократиялық ел, сайлау арқылы келген, бірақ халық демократиялық партияны соншалықты қолдаған сыртқы кеңес ретінде. Франклин Делано Рузвельттің қайта-қайта президент болып сайлауын өздері не қылған? Алға тартқан, өздері ұсыныс айтқан. Сондықтан, құрметті студенттер, мынау екі партиялық жүйе дегеніміз негізі демократиялық елдерде кемінде екі партия болу керек. Яғни екі партия бір-бірімен бақталасып не қылады? Билікке келеді. Сондықтан Америка Құрама Штаттарында жүзеге асып жатқан республикалық демократиялық партиялары бұлар мемлекеттік билік тармақтарының да тепе-теңдігін қамтамасыз еткен. Яғни көбінесе қазір енді сәл өзгешелеу, бәлкім мысалға өзгешелеу болғанда, әрине демократтардың үлесі белгілі бір деңгейде күші бар, бірақ қазіргі таңда билікте кім? Мысалға Дональд Трамп қай партияның өкілі? Республикалық партияның өкілі. Әрине, мысалға парламентте де қазір Америка Құрама Штаттарында, конгрессте де республикалық партияның үстемдігі бар, бірақ бұл республика партияның қоғамның саяси жүйесінің ішінде, мысалға саясатқа байланысты кез келген қадамы көбінесе немен теңестіріліп отырады? Қай партиямен? Демократиялық партиямен. Сондықтан екі партиялық жүйе бұл демократияның бірден бір несі болып табылады? Белгісі болып табылады. Егер бір партия қоғамның мүддесін немесе талаптарын қанағаттандырмаған жағдайда, оны екінші партия не істейді? Билікке келу үшін мүмкіншілік беріп, бір-бірімен бақталасып, бір-бірімен саяси билік теңеседі, құрметті студенттер. Екіншісі, демократиялық жүйенің ең негізгі саяси режим тұрғысынан алып қарайтын болса, көп партиялық жүйе. Көп партиялық жүйеге мысалға Қазақстан Республикасы жатады. Бізде қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қанша партия бар? Қазақстан Республикасында 7 саяси партия ресми түрде тіркелген. Бұл 7 саяси партияның мысалға сайлау өтті бізде. Мәжіліске сайлау өткен болатын, осыдан бір 2 жыл бұрын. Сол 2 жыл бұрын сайлау өткен кезде 7 саяси партияның 6 саяси партиясы не қылды? Мәжіліске енуге, яғни халықтың дауысын ала отырып не қылды? Мәжіліске өзінің депутаттарын ұсынды. 6 партия. Байтақ Жасылдар партиясы ғана бізде не болды? Мәжіліске кірамады, қалған партиялардың барлығы бізде мәжіліске кірген болатын. Көп партиялық жүйеде қоғам ішінде 2-ден көп партиялар орын алады, және бұл партиялар бір-бірімен не қылады? Тікелей бәсекелестік үшін барлық мемлекет оларға жағдай жасайды. Көбінесе демократиялық елдер билік тұрғысынан қандай тәсілді пайдаланады? Софт, жұмсақ. Яғни жұмсақ дегенде қоғамның саяси жүйенің басқа да құрылымдарына ешқандай қысым жасалмайды, оларға қолдан келгенше не қылады? Еркіндік беріледі. Бірақ мынау мәселені айта кету керек. Егер қоғамның тұрақтылығы, егер қоғамның тәртібі, ордер дейді ғой, тәртібі, және егер қоғамның қауіпсіздігі белгілі бір қауіп қатерлерге душар болатын болса, демократиялық елдердің өзі де не қылады? Ондай елдерде де мемлекет қажет болса саяси партияларды белгілі бір деңгейде бақылауға алуы мүмкін. Бірақ ол кімнің мүддесіне? Қоғамның қауіпсіздігі және қоғамның тұрақтылығы. Бұл не деген сөз? Демек, қоғам ішінде, мысалы, саяси жүйенің сыртқы кеңістігі болып табылатын қоғамның тұрақтылығы, қоғамның қауіпсіздігі барлық нәрседен не болып табылады? Жоғары басымдық болып табылады. Қауіпсіздігіңді қамтамасыз ете алмасаң, демократиядан қандай сөз қозғайсың? Солай емес пе? Біз бұның алдында сабақта не дедік? Мемлекеттің ең негізгі ерекшелігі, солай емес пе? Басқа да саяси жүйе ішінде құрамдас бөліктердің ең негізгі ерекшелігі оның не болуы? Тәуелсіз болуы. Дәл сол сияқты. Яғни саяси партияларда
көбінесе не үшін жұмыс істейді? Яғни саяси сана, саяси идеология, мүдделер, қоғам ішіндегі түрлі таптар мен топтардың мүдделерінің үйлесімі не үшін жасалады? Бір ғана нәрсе үшін: қоғамда тұрақтылықты сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Себебі мемлекеттің тәуелсіздігі тікелей неге тәуелді? Қоғамның тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне тікелей тәуелді. Бұны ұмытпау керек. Демек, көп партиялық жүйе дедік. Бізде Қазақстан Республикасында партиялардың бәрі сайлау науқанына қатысқанда мемлекеттік билік тармағының қай тармағына бір-бірімен бәсекелеседі? Заң шығарушы тармағына, яғни біз мынау мемлекеттік билік тармақтарын үшке бөлдік қой. Сот билігі дедік, саяси партиялар көбінесе заң шығарушы, яғни парламент үшін бақталасады. Бізде Қазақстан Республикасында парламент екі палатадан тұрады: мәжіліс және сенат. Осылардың ішінде қайсысына бақталасады партиялар? Мәжіліс үшін. Мәжілісте бізде қанша депутат бар? 98 депутат бар. 98-дің 69-ы партиялық тізім арқылы сайланады. Бұл не деген сөз? Демек, біздің елде саяси партиялар мәжілістің ішіндегі 69 орын үшін не қылады? Бір-бірімен күреседі. Енді қазіргі таңда әрине бізде Қазақстан Республикасында соңғы сайлау өтті дедік 2 жыл бұрын. Бұл сайлауда ең көп маңызды орындарды Аманат партиясы иеленді. Одан бөлек Ақжол партиясы да иеленді, Республика партиясы бар, Ауыл партиясы бар, тағы басқа партиялар бар. Яғни біздің мәжілісіміз көп партиялық жүйеге қарай не қылды? Орнықты. Осыған сәйкес біз демократиялық ел болғандықтан көбінесе атқарушы билік жыл сайын істеген қызметтері тұрғысынан кімге есеп береді? Заң шығарушы парламентке есеп береді. Өйткені ол парламентте отырған тұлғалар қоғам ішіндегі түрлі таптар мен топтардың несі болып табылады? Өкілдері болып табылады. Бір сөзбен айтқанда, енді ол жерге кірмейік. Көп партиялық жүйе түсінікті ме? Қазіргі таңда әлемдік деңгейде мемлекеттердің басым бөлігі көп партиялық жүйеге иеленеді. Одан бөлек, әрине, мынау 2+1 деген, яғни 2+1 дегеніміз, ол көбінесе мысалы Германияны мысал ретінде алып бара жатсақ болады. Германияда да мысалға христиан демократиялық, тағы басқа екі ең маңызды партия бар. Бірақ бұл партиялар көбінесе бір-бірімен енді саяси тұрғыдан бәсекелескендіктен бір-бірімен көбінесе не қылады? Үкімет құрғанда бір бақталастық орын алады. Ал Германияда бұндай бақталастық, үкіметті тұрақты құру, қоғамның ішінде тұрақтылықты сақтау үшін үстем болған бір партия, мысалға Green Party деген болады, Жасылдар партиясы, тағы басқа партиялар, олар мысалға қоғам ішіндегі екі партияларға қарағанда беделі, үстемдігі сәл төмендеу, ықпал тұрғысынан. Бірақ бір ықпалды партия үкімет құру үшін не қыла алады? Ол партиялармен бірігу арқылы мәжіліс ішіндегі, парламент ішіндегі орнын не қыла алады? Көбейте алады, және соны көбейту арқылы не қылады? Мынау атқарушы билікті тікелей өзінің мысалға өкілін үкімет басшысы қыла алады. Көбінесе мынау 2+1 партиялық жүйесі парламенттік басқару жүйесінде маңызды рөл атқарады, құрметті студенттер. Енді бұдан бөлек біз жалпы жаңағына саяси партиялар жүйесін біз айттық. Қысқаша мысалы Қазақстан Республикасында бізде білесіздер, мынау қаңтар оқиғасынан кейін, 2022 жыл қаңтар оқиғасынан кейін саяси партиялар туралы заң не қылды? Жаңартылды. Бұл заңға сәйкес, мысалға бір саяси партияны құру үшін бұның алдында 20 мың мүшесі болатын болса, қазір ол сан не қылды? 4 есе азайтылды. Қазір бір партия құрғыларыңыз келсе, кемінде қанша мүшелеріңіз болу керек? 5 мың мүше болу керек. Ол ең маңызды. Түсінбедім? Жақсы. Бір-екі нәрсе айтып өтейін. Бір-екі нәрседе тұрған түк жоқ. Қазақстанда партия құру үшін қанша мүше болу керек? Кемінде 5 мың мүшесі болу керек. Одан кейін бұл 5 мың мүшесінің кемінде 17 облыспен бізде 2 маңызды қала бар, одан бөлек Астанамыз бар. Бұл қалалардың бәрінен кемінде 200 мүшеден орын алу керек саяси партияларын құру үшін. Әрине, саяси партия құру үшін ең біріншісі құрылтай жиналысы жасалады, және бұл құрылтай жиналысында кемінде партияның 700 мүшесі қатысуға міндетті.
Одан бөлек мынаны да айта кетейік, Қазақстан Республикасында 2022-ден кейін жасалған, қаңтар оқиғасынан жасалған заң, саяси партиялар туралы заңдағы өзгерістер, мынау саяси партиялардың мәжіліске кіру межесі деген болады. Ол да өте маңызды. Қазіргі таңда мысалға бір партия сайлауға қатысса, ол кемінде сайлаушылардың қаншасын 5%-ын не қылу керек? Иелену керек. Бұл межені асқан партиялар ғана не қыла алады? Саяси жаңағы мәжіліске кіре алады, құрметті студенттер. Бұған дейін, яғни 22-ке дейін бұл меженің саны не еді? Көптеу еді, ол бәрі азайтылды. Бұл не деген сөз? Қазақстан Республикасы, әсіресе мынау қаңтар оқиғасынан кейін заңда жасалған өзгерістермен не қылды? Демократияға одан әрі маңызды қадамдар жасады. Мемлекеттік қызметшілердің саяси партияға мүше болуы тыйым салынды, және саяси партиялардың мүшелік саны азайтылды. Бұл не деген сөз? Мемлекет саяси партияларға барлық жағдайды не қылып жатыр? Жасап жатыр, қолдан келгенше оларға не қылып жатыр? Еркіндік беріп жатыр. Бұл не деген сөз? Алдағы уақытта Қазақстанда саяси партиялар көбейеді, ал саяси партиялар көбейсе, қоғамның саяси санасы мен саяси мүдде, яғни мәдениеті, және қоғам ішіндегі түрлі таптар мен топтардың мүдделері үйлесімді жұмыс істеп, қоғам не қылады? Саяси тұрғыдан, мәдени тұрғыдан күшейетін болады. Ал бұл өз кезегінде нені алып келеді? Бұл өз кезегінде қоғамдың, кәдімгі саяси жүйенің сыртқы кеңістігі азаматтық қоғамға айналып келеді. Азаматтық қоғам дегеніміз, бұл саясатқа белсенді араласатын, саясатқа көзі ашық, саяси саны, саяси мәдениеті жоғары тұлғалар алдағы уақытта не болады? Көбейетін болады. Ал бұл өз кезегіне нені алып келеді? Қазақстанның күшейіп, дамуына тікелей септігін тигізеді. Құрметті студенттер, осымен біз лекцияны аяқтайтын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар болады.